Сәлеметсіңдер ме балалар, 3 сынып қазақ тілі пәні 95-ші сабақ сын есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 45-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Мен ол ағашты көрмегелі 10 шақты жылдай болыпты. Жаяу баралық, қасиетті ағаш қой, деді Жамбыл ата. Ағашқа жақындағанда шошып қалды. Біреу балтамен ағашты сарт-сұрт шауып жатыр. Ей, тоқта, сен өзі дені сау адамбысың? Ағашқа неге балта шабасың? Жамбыл ата екенсіз ғой, кешіріңіз, мен бір бұтағын кесіп жатыр едім, деді жігіт. Жамбыл ата, ал жігітім, жөніңді айтшы, бұл Сүйінбай атаңның еккен ағашы екенін білемісің, деді. Білемін, жәке. Біз аулымыз болып бұл мәуелі ағашты қасиет тұтамыз. Қураған бұтағын кесіп тастаймыз. Күн ыстықта осы ағаштың көлеңкесінде дем аламыз, деді жігіт. Мәтіннің авторы Мұхамеджан Етекбаев. Ал енді мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қой. Ал енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып көрейік. Жамбыл ата қасиетті ағашқа қалай барды? Жамбыл атаның қасиетті ағашты көрмегелі неше жыл болды? Жамбыл ата неге шошып кетті? Бұл ағашты кім отырғызған? Жігіт ағашты неге шауып жатты, деген сияқты сұрақтар құрастырсақ болады. Мәтінде аты аталған адамдар туралы не білесің? Жамбыл Жабаев туралы айтып көр, Сүйінбай туралы деректерден ақпарат жина дейді. Балалар, мәтінде бізде Жамбыл Жабаев және Сүйінбай туралы айтылды. Ал енді олар туралы мәлімет айтайық. Жамбыл Жабаев қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, 20 ғасырдың Гомері. Өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы болған екен. Ал Сүйінбай Аронұлы талантты, ұлы қазақ ақыны және айтыс аңызы. Сүйінбай жасынан жыраулығымен елге танылған. Мәтіндегі алынды балалар, мәтіндегі сын есімдерді тап, оларға сұрақ қой дейді. Мәтіндегі сын есімдер қасиетті, мәуелі, қураған, ыстық. Бұл сөздерге қандай деген сұраққа жауап береді екен. Мысалы, қандай қасиетті, қандай мәуелі, қандай қураған, қандай ыстық деген сияқты сұрақ қойсақ болады. 46-шы жаттығу. Мәтінді көркем жаз, сын есімдерді тауып астын сыз. Берілген мәтінді дәптерімізге көркем жазып аламыз. Сүйінбай Аронұлы ақиық айтыс ақыны. Жасынан жыраулығымен елге танылған. Мұхтар Әуезов оны айтыс өнерінің алтын діңгегі деп атаған екен. Ал енді осы мәтіннен сын есімдерді табайық. Ақиық, қандай ақиық? Алтын діңгегі, қандай діңгегі? Алтын. Демек, сын есімдер ақиық және алтын сөздері екен. 47-ші жаттығу. Мәтінді оқы, ат қой. Екі бала тоғайға бардық. Қарағайдың, түрлі өсімдіктің жұпар иісі мұрныңды жарады. Аласа бұлттардың арасынан сұр торғай, көк шымшықтар пыр-пыр ұшады. Анайдайда ала қанат тоқылдақтың тоқылы естіледі. Тоғай іші көңілді. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша тапсырма орындайық. Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Мәтіннен сын есімдерді тап, олар қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт дейді. Балалар, біз мәтінге тоғай деп ат қойсақ болады. Бұл бізде сипаттау мәтіні. Ал енді мәтіннен сын есімдерді табайық. Сын есімдер жұпар, аласа, сұр, көк, ала, көңілді. Бұл сын есімдер қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айт дейді. Бұл сын есімдер қарағай мен түрлі өсімдіктің, бұтаның, торғай мен шымшықтың, тоқылдақ пен тоғайдың сынын білдіріп тұрған сөздер екен. 48-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Пішіндерге сәйкес әріптерді қойып оқы, осы сөзді сын есімдерді пайдаланып сипатта дейді. Бізде
Бірінші әріпі А, екіншісі Л, үшіншісі А, төртіншісі Т, бесіншісі А, соңғысы У. Демек, Алатау деген сөз шығады екен. Ал енді осы сөзді сын есімдерді пайдаланып, сипаттап жазып көрейік. Алатау асқақ, әсем таулардың бірі. Оның қарлы шыңдары көз тартарлық ақ күмістей жарқырайды. Биік жоталары көк аспанмен астасып, көркем табиғат көрінісін жасайды. Тау бөктеріндегі жасыл ормандар Алатауға ерекше сұлулық береді. Самал желмен тербелген гүлді алқаптары жанға жайлылық сыйлайды. Бұл табиғаттың сұлу әрі ғажайып мекені. Балалар, сендер де осылай мәтін құрастырсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.